Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз қашықтықтан оқытудың алғашқы сабағын бастаймыз. 5-ші сынып жаратылыстану пәні. Сабағымыздың тақырыбы экожүйенің құрам бөліктері. Сабағымыздың мақсаты экожүйенің құрамдас бөліктерін анықтап, компоненттерін білу. Сабағымызға берілген бағалау критерийлері экожүйе түсінігін анықтайды, экожүйенің компоненттерін атайды және экожүйе компоненттеріне мысал келтіреді. Ендеше балалар, сіздерге сұрағым бар. Экожүйе дегеніміз не? Я, кім қалай ойлайды екен? Жақсы. Жарайсыздар. Ендеше балалар, экожүйе дегеніміз не? Толық жауап берейік. Экожүйе, экологиялық жүйе немесе экожүйе, грек ойкос үй және систем бірлесу. Бұл бірлесіп тіршілік ететін ағзалар мен олардың тіршілік ету жағдайларының жиынтығы. Экожүйе терминін 1935 жылы британдық ботаник Артур Пенсли ұсынған болатын. Экожүйе жансыз табиғатта белгілі бір жағдайда өмір сүріп, онымен энергия алмасу қатысатын тірі организмдер қоғамдастығы. Экожүйені біз екі топқа жіктейді екенбіз балалар. Көріп тұрсыздар сызбадан. Ол құрлық экожүйелері және су экожүйелері. Су экожүйесі өзі екіге бөлінеді, ол тұщы су экожүйесі және теңіз экожүйесі. Экожүйені біз мына сызба арқылы айтсақ болады. Экожүйе биоценоз бен биотоптан құралады екен. Биоценоз организмдердің әртүрлі түрлерінің өзара байланысы, популяциясы. Биотоп немесе экотоп мекен ету ортасы. Ендеше балалар, көңіліңізді видеоға бұрайық. Видеоны балалар мұқият қараймыз. Тіршілік бар жерде экожүйе де бар. Экожүйе дегеніміз қоршаған ортасымен өзара әрекеттесетін тірі ағзалар бірлестігі. Экожүйелердің көлемдері әртүрлі, кішкентай тоғаннан үлкен орманға дейін. Әлемді кең масштабта өсімдіктер мен климат арқылы сипатталатын ірі экожүйелер биомдарға бөліп қарастыруға болады. Негізгі биомдарға ылғалды тропикалық ормандар, саванна, шөл, тундра, жапырақты ормандар, қылқан жапырақты ормандар жатады. Әрбір биомда тіршілік ететін түрлердің сан түрлі болуы биоалуандылық деп аталады. Барлық экожүйелердің ортақ ерекшелігі тірі ағзалар түгелдей қоршаған ортамен өзара тәуелділікте болады. Абиотикалық факторлар деп экожүйенің жансыз компоненттерін, мысалы климат және топырақты айтамыз. Биотикалық факторлар деп керісінше жанды компоненттерді атаймыз, және олар экожүйедегі барлық тірі ағзаларды қамтиды. Экожүйенің абиотикалық және биотикалық факторлары өзара тұрақты әрекеттеседі. Жауын-шашын өсімдік жамылғысының өсуіне ықпал етеді. Өсімдіктер күн сәулесін жұтады және жауын-шашынға әсер ете алады. Шөпқоректілер өсімдіктермен қоректенеді. Жыртқыштар басқа жануарларды қорек етеді. Саңырауқұлақтар секілді редуценттер қоректік заттарды топыраққа қайта өңдейді. Белгілі бір экожүйедегі ағзаның рөлі және оның тұтынатын азығы экологиялық қуыс деп аталады.
Мәселен, мына ламинария экожүйесінде теңіз алабұғасы мен періште балық әртүрлі экологиялық қуысқа ие. Теңіз алабұғасы ламинариямен қоректенсе, періште балық ай балықтағы паразиттерді азық етеді. Осылайша олар ресурс үшін өзара. Ендеше балалар, көрген видеобаян бойынша тапсырмалар орындайық. Бірінші балалар тапсырмамыз. Мына сұрақтарға жауап берейік. Экожүйе дегеніміз не балалар? Кім қалай ойлайды? Немесе жаңа біз оған тұжырымдама беріп кеткенбіз балалар. Экожүйе дегеніміз не екен? Жақсы, жарайсыздар. Я, экожүйе дегеніміз экологиялық түсінігі негізгі ұғымы болатын болып табылады, иә балалар? Я, жақсы. Келесі сұрақ балалар. Экожүйенің қандай компоненттер құрайды дейді балалар? Видеобаянды мұқият тыңдасаңыздар, ол жерде айтылған я. Жақсы, жануарлар, өсімдіктер, климат, жақсы бір-бірімен байланысты дейді. Келесі сұрағым, экожүйелердің мысалдарын келтіріңіз дейді. Жақсы, және келесі сұрағымыз. Биотоп дегеніміз не екен балалар? Биотоп, белгілі аймақтарда дұрыс тіршілік етеді екен. Жақсы. Енді экожүйе даму үшін қандай жағдай қажет дейді балалар? Экожүйе даму үшін дейді. Біздің ғаламшарымыздағы кез келген экожүйенің негізі ол күн сәулесінің сың энергиясы. Жақсы балалар, жарайсыздар. Тапсырмаға жақсы жауап беріңіздер. Дәптерлеріңізге түртіп алып отырыңыздар. Жақсы. Келесі балалар, екінші тапсырманы балалар дәптеріңізге жазып, маған көрсетесіздер, мен кері байланыс беремін. Жақсы. Биотикалық факторларға нені жатқызамыз дейді балалар? Биотикалық факторларға. Я, биотикалық факторларға бүткіл тірі организмдер жатады, ағзалар жатады, иә балалар? Жақсы. Ал абиотикалық факторларға ше? Жер бетіндегі дедік, я, жансыз табиғаттың барлығын жатқызады дейміз балалар. Жақсы. Жақсы. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, мысал келтіріп. Маған міндетті түрде көрсетесіздер, мен сіздерге кері байланыс беремін. Жақсы. Ендеше балалар, сабағымызды қорытындылай кетейік. Экожүйелер бір-бірімен және қоршаған ортаның жансыз бөлімімен байланысқа түсетін тірі ағзалардың өз-өздерінен қолдай алатын жүйелер. Тропикалық ылғалды орманды экожүйе ретінде қарастыруға болады дейді. Экожүйенің тірі бөліктері ол биотикалық факторлар деп аталады. Біз оған жаңа тоқталып кеттік, иә балалар? Оларға барлық өсімдіктер мен жануарлар және олардың арасында қарым-қатынас жатады екен. Ал балалар, абиотикалық факторларға біз айтып кеттік, ауа, топырақ, тас және су секілді жансыз табиғат бөліктері жатады екен. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызға рефлексия жасайық. Жазып, маған жіберіңіздер. Жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге үйге тапсырма. Кітабымыздың 53-ші параграфын оқып, 114-ші беттегі сұрақтарға жауап жазасыздар. Жауапты дәптерге жазып, маған WhatsApp чатына немесе Zoom чатына жіберсеңіздер, мен тексеріп сіздерге міндетті түрде кері байланыс беремін. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.